Hayırlı күн достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгінгі видеомыз бізде бұқа бордақылаудың 2 айлық нәтижесін түсіретін боламын. Видео басталмас бұрын достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Сіздермен Агро каналы, ал біз видеомызды бастаймыз. Бұқаларымызды байлап жатқанымыздан бері 2 ай уақыт өтті. Сіздерге аралық нәтижені көрсететін боламын. Міне мынау бізде Герефорд бұқамыз 2 жасар. Жақсы нәтиже көрсетті. Еті барлығы толды. Қазіргі таңда жеммен және жонмен жоңышқамен бордақыланып тұр. Мынау бізде 1,5 жасар бұқа. Өзіміздің тұқым. Мұнда еті жақсы. Мынау бізде Алатау мен ангус шатыс бұқа. Осындай порода шыққан, ерекше. Бұл бұқамыз бізде ең ірі бұқа. Еті толған қазіргі таңда. Күйі жақсы. Қазір тұрғызып көрсететін жақсы. Тұрғызып көрсетейін. Бұқаларымыз осы. Барлығын еттері толды. Комментарий жаза кетіңіздер. Мөлшері қанша килограмм еттен береді. Қойсақ. Осылардың барлығы сатылымда. Алушылар болса, хабарласыңыздар, комментарийге жазыңыздар. Осы Алматы, Талдықорған қалалары бойынша доставкасына келсеңіздер, салып жіберетін боламын бұқаларды. Осындай күйлер. Ал бізде бұрыннан бері, жаздан бері үйде жүрген бұқа. 1,5 жасар. Мұнда еті толды. Мойыны барлығы. Міне көрсеңіздер. Мойыны барлығы еті әдейін отыр. Шынжырдың өзі қысып тұр, қазір мойынын паратында кішкене кейін ететін боламыз. Баларымыздың күйі осындай. Мына жерде ақ бұқа тұрған. Ол бұқамыз бізде тұқымдыққа сатылып кетті. Көптеген видеода комментарийде сұрап жатыр. Ақ бұқа қайда дегендей. Бұл бұқаны алдында бір сиыр сатқан кезде сиырдың алушы иесі қызығып, өзі әуле көріп малдар ұстайды екен, соған бұқалық қалып кетті. Бұқаның дәулігіне, тұқымына қызығып, бірден сатып алып кетті, бағасына келісіп. Мына жерде бізде сары бұқа тұрған, асқазан ауырған деген. Қазір оны да көрсететін боламын. Тағы да талай жаңалықтар болды. Солармен сіздермен бөлісемін қазіргі таңда. Өзім қалада көп уақыт жүргеннен бері түсіруге қол тимей кетті. Каналда видеосынан жиі шықпай кетті. Бұл бұқамыз тағы да асқазан істемей қалмасын дегендей осындай далаға шығарып қойдық. Алдында бірақ асқазан жазылған болатын. Себебі жем бергенде бидай ауыр болғандықтан соны көп көтере алмай жатыр. Содан қайта асқазан істемей қалып жатыр. Қазіргі таңда жай күйі жақсы. Қайтадан ет жинап келе жатыр. Міне өздеріңіз көрсеңіздер. Қасаңыздар да болады. Алдыңғы видеомен салыстырсаңыздар, кішкене ет жинауы байқалады. Алдында ет төмендеп кеткен бар. Қазір күйі жақсы. Дені сау малдың көзінен де белгілі болып тұрады. Көз шарасы домаланып тұрады. Ауру малдың көзі қылтиып кетеді дейді ғой. Көзі ішкеріп кетеді. Қазір бұны бос жіберіп қойды осылай кішкене. Ана асқазаны кішкене ары бері қозғалған кезде ана бидайына жабысы қалмай кішкене сенімді болады. Бір орында тұра берген малдың ас қорытылуы да кішкене төмен болады. Сол себепті осылай бос ұстап жатырмыз қазіргі таңда. Байламай.
Бұлардың чөбіне келетін болсақ, бізде жонш қажет. Қазір кешкі жон беруді көрсететін боламын сіздерге. Мөлшерін барлығын. Кешке мына бұқалардың жанына қамайтын боламыз барлығын бірге. Сол үшін жон саламыз барлығына. Жонның барлығын мөлшерін сіздерге көрсетіп кетемін. Тағы да бізде аткорымда сиырлар тұр. Бұларды келесі видеода көрсететін боламын. Сонымен қатар кеше соғым сойдық. Алдында байлаған құнанымызды бір елі қазы берді. Бір саусақ дейді, бір бармақ. Бармақ қазы берді. Оны бірақ енді түсірген жоқпын, себебі YouTube'қа қан туралы видео салуға болмайды. Сол себепті ол видео түсірілмеді. Өте семіз шықты. Егер мүмкіндік болып жатса, видеоның аяқ жағына суреттерін қоса кететін боламын. Қазір барлығына жон беретін боламыз. Бізде барлық сиырлар, сауынды сиырлар барлығы жон жейді. Бір-екі бұзауыз болған болады. Барлығына жон береміз. Осындай ыдыстар бар. Қазір жонды босататын боламыз. Босатып. Өзіміздің Ақсудың Қызылағаштың қанты, Ақсу қант зауытын жақында алған болатынбыз. Фальцификаттерін алып келдік. Бір мәшіне 7 тоннадай болған, жеп қойды, жартысын. Жонның тоннасы 1000 теңгеден болды. Бағасы. Осындай жон бізде. Қазір мына бетіндегі қабатын алып тастайтын боламын. Видеоны өшіре тұрып, содан кейін асты жағынан алып беремін. Себебі мұзды жеуге болмайды. Мұз малын асқазанын алып жататын болады. Буаз мал болса, бұзау түсуге алып келеді. Себебі мұз өте қауіпті болып саналады. Бізде сүк өткен жон болады. Мұз орта жағы әлі жұмсақ жібі. Жонымызды ортасын осылай ойып күрекпен салып алдық. Қазір мөлшерін көрсетем. Андай бір шелек жон 3 ыдысқа кетеді. Үлкен сиырларға 4 ыдыстан береміз. Әрқалай. Осындай жемді алып, қазір кішкене жемге эконом болып жатыр осы жолдың ортасында. Осындай мөлшерде жарты толмаған шашка жем саламыз әрқайсысына. Жолмен араластырып береміз осылайна. Барлығына. Бұл бізде қазіргі таңда жемге үнемі болып жатыр осындай. Барлығын осылай салып. Су қоспаймыз, себебі жол өзі дымқыл болып келеді. Андай суықта су қосып беру қате болады деген ойдамын. Қазір араластырып алайын, содан кейін беру жағын көрсетемін. Достар, жолымызды араластырып болдық. Қазір шетінен беріп бастайтын боламыз. Көп түсінбей жатыр, жон бұл бізде қант қызылшасы, соның қабауы. Байқасаңыздар, қалай жеп жатырмын. Өте жақсы жеп жатыр. Сондай ыдыстармен 2 уақыт жейді бізде. Үлкен бір сиыр бар, ол 3 уақыт жейді. Енді бұқалардың размеріне ғана бере береміз, қосып жонның мөлшерін. Үлкеніне көбірек дегенде ғой. Осындай барлығын жон береміз. Қазір тағы бір өсіне қойық. Қара бұқамызға. Бізде ыдыстар пляктың түбінен жасалғандықтан бір қолмен ұстаған ауырлау болып жатыр. Светін жағып қойын. Арығырақ көрініп тұрсын. Мынау бізде кішірек бұқамызға Юа деген бұқалар. Бұқамызға барлығы қайтпайды жолмен. Дағанта жеп қояды. Тәбеттерін көрсеңіздер өте жақсы. Осылай жон береміз. Астын тазалайтын боламыз. Қорда теуіп, сонымен қамаймыз барлығын. Сары бұқамызға 5-ші ғана жетіп тұрады.
Қазір алып келетін боламын бұған. Сонымен 5 бұқамызға жон беріп боламыз. Шаршап кеттім. Достар, каналымызды қолдап, елдермен бөлісіп отырыңыздар. 20 мың көрерменге жеткізіп тастайық. Осы биылғы жылдан қалмай. Қазір 17 мың көрерменнен асты каналымыздың көрушісі. Биыл 20 мыңға жетсе, келесі жылы 50 мыңға жетейік. Қазақтың каналдарын дамуын қолдап отырайық, қазақ тілді каналдар. Сары бұқамызды шығарамыз. Бұқаға бір ат қойып қойсаңыздар болады, комментарий жаз. Осылай атып шақыратындар. Сары бұқамыз. Мұны қазір орнына байлап, сонымен осы видеомызды аяқтайтын секілдіміз. Себебі ар жақта сиырларды жөндеу керек. Маған қазір кеш уақыт болды. Үйде бүгін малды жалғыз өзім жөндеп жүрмін. Қол тиімге кетті. Өз жолының орнына өзі келіп тұра қалады. Сары бұқамызды да байлап қойдым міне. Осымен видеомыз аяқталды, достар. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Сіздермен Агро каналы. Келесі видеода кездескенше.